Бүгін біз 25 қазан Қазақстан Республикасының күніне арналған «Қыран елім Қазақстаным» атты патриоттық кешімізге қош келдіңіздер. Ақ найзаға сүйеніп қалғыдың қазақ, атай қазақ, үйсінім арғыным қазақ, жалғызым қазақ, жалғызым қазақ. Республиканың мәні де сол, ол бір берік қорғаныс, сондай бір ұлттық рух, жоғарғы білім, мықты білімді ұрпақ мысалы. Сонымен қатар бір еркін ойлайтын мықты азаматтардың құралады осы республиканың мәні. Асыл шіркін тегің ау болсын мәңгі атың аман елім ай, адам екен жерім ай. Республика күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңыз алға бассын, қызметте үлкен биіктерге көтеріле беріңіз. Көк ту қазақ, ел таңба әнұран қазақ, атқа қонсын абашты бәрі ұлан қазақ, жаның ән қазақ. Республика мерекесі, жасасын елім бейбіт аспан төбесі, мәңгілік ел біздің басты үніміз, әрқашанда жарқын біздің жүзіміз. Республика күні бұл күнге мейрам тағына, таңға жайып сәтетті, азаттық күн арпетті. Республика күні бұл орын алған қақ бірден. Отан деген бір сөзден оталар жүрмін, отан деген бұл сөзден өлең ұғып жүремін, отан деген ұлы есім басқалар төрімнен. Әр ұлттың басын қосқан бір анығы қазақ елі ұлы ел менің өлкем. Жері кең Сахарадай неткен көркем, әлемде 9 саннан тұрақ еткен мұнайлы алтын күміс жер қойнауы, мен өз өлкемді мақтан етем. Қазақстанымыз қазіргі таңда әлемнің алпауыт елдері санасатын елдердің қатарына енді. Кез келген жағынан болса, спорт жағынан болса да, өнер жағынан болса да, әскери дайындық жағынан болса да, еліміздің жастары біздің атымызды әлемге паш етіп жатыр. Жалғызымсың менің ай, алаш деген арыстан, жаралған арнамыстан, асыл шіркін тегің ау болсын мәңгі атың аман елім ай, адам екен жерім ай.